Жақшылар, здравствуйте. Сілер австрийский алтаец телеграм-каналды көріп жатығар ютубта. Бүгін 6 июнь 2020 жылдың көрермен қандай жараш керді. Бұндай панорама берейін. Бұл городтың аты Химмлер бай Вен. Бұл мұнда жаңындай строительный техника сатылып жатында экскаваторлар, кичиник экскаваторлар, самосвалдар, штапельный погрузчиктер. И бұл менің сол қолымның улалғанында 3 этаж күрең өңді тұра тұры. Мен 1 жыл қайра бұл мұнда 1 айға жуық жатқам. Бұл лагерь для беженцев. Но мен беженец емес болар, мен политический эмигрант. Бүгін десе неден улам мен бері келіп албатаны, Алтай Албатыға құчындар деп сананғам. Көп сабасында Алтай ұқты ұлыстар мұнайда сананып тұрған Айдар Владимирович жіберлі олынды мен мұнда үскіребей тұрам, жаңысқан деп мен бойымды анай ойсанатпай жатым. Мен немецкий тілді үзе экзамендерді табыштырғам, үзе квалификационный тестирование үзе етіп қойдым. Емде мен іштеп тұрғам, үзе менде жақшы ақшаманатымла база жеткілдеп жат. Атам бұл беженецтердің лагерінің бұразының жанында мен еді құчылдап ерге сынанғам. Бұл оқ ұчыралда мұндай қаққыншылы бір история болған. Мен қачан бері жетікелерім мұнда афганец ұлдар есірік, наркотиктар таштыналы. Мен оны бойым көрбөгім, ол менің олындай сана шүттелерім. Таханың етін қайнатқылап, олар су ары ұрбаған кастрюляден. И электрический плита. Бұл көрер мұндай ұсу жан тұра болыр. 3 этаж мен анаң чуқтада маңтатып көргіс берерім сілерге. Вот ол көктірам бол бер менің сабарымның ұлалғанында. Ол афганецтердесі наркомандар көп сабасында онойды оқ санасында кірбеген бойының қайнатып жатқан құрсақ тамағын ұндығылақ көйендіп менен. Вот. Ана кейінен қашыла комната кухнясы жоқ, 1 этажда 1 болчақ кухня. Ол үзе совмещенный и туалеттері база. Ол күліктер онойды десе құрсағын қайнат көйлі күйіп баштаған. Ол кастрюлясы. Вот. И сигнализация срабатывать етті. Полицияла, онан кейінен пожарная служба жеткелен. И ол қайнат жатқан кастрюлясын олар үзе изымайстағыла алады. Өрт болырдан аябас деп. Оның улам бұл мұндай ложный вызовтар үшін қашылақ атап бұл мұндай хайм беженецтер жатқан тұраға 700 евро штраф келіп жат. Неден улам десе, бұл администраторлар мұнда қолмой іштеп тұрған Албатыға жақтабайдырған ненің улам өртедерге жарабас, ненің улам мұнда наркотиктар таштарға жарабас, и тарқыдарға жарабас не ол наркотиктерді. Демеге ол емдегенше қайқамшылы болып тұрған бұл Австрия наркотиктарла қатуға арусына тұрғызып жат. Ненің үшін десе кокаин, героин, анайда оқ, синтетический наркотиктарды мұны ачық садырға жарабас. Бұл ұшыралда бұл иле көргізет, ненің үшін десе кезік администраторларды көрсер, бұл государственный управлениелер мол жоқ көйен, бұл Афганистаннан, Ирак, Иран, Сирияла башқа өскі маслимский орындардан келген үреді жоқ көп сабасына олыс іштепеген, жулашып жүрлеген террористический организациялардың тұршылары болып бейін келелі дөгінденілігіліп тұран. Деген дикханин болып, крестьяндар болып, и вот онайды дөгіндегіліп жүрлен. Вот. Онан олам бұл мұндай көп ұшыралдар менің күйімімде бойымды мені онай қақту тұтсын деп спортивный дух мен мұнда спортла заниматься тұқтырамында көрір бұл жанында десе жан мұндай промышленный предприятиялар бар көрір железнодорожный вагондар көріп тұрған бол бершін ба. Анаң мұнда көп почтовый ондай учреждениялар бар. DHL-дің офисыла складтар үйсі қошыр. Бұл чырал иле көргізет қанайда тиастраларды жүрімнің мұнай қиылғанын
Каршыла киши поюнан каманду не, канай оны көрөр, оны итылы етер не. Bir de жүрүм катулан турса бойор десе, онай слабинка деп айтат орыстап не. Онай слабинка бербер. Ненің үшін десе, ол жүрүм силерде онай кыштыран не. Вот канча креслер кыжлар аркалуу не, канча креслерди базарга жарар не, төмөн не, тепсерге. Менің учуралым бу иле көргүстят качанда бойордун санаарды онай жашырбар не. Ол наркомандар, ол урчылар, ол урдалан телефондор, частар, басаганды немени, олар бу күлүктер мында сатышар болгон не. Оның бу общежитияда баса бир сооломондай учурал болгон, жаңысла соқ бир жаңыс орыстап кучундар чеченка үйгүшө жаткан болгон, 75 жаштуу раковый ору болгон, онун ол үйгүшө немецкий тилде кучундап билбес болгон не. Онун обследование этип мында жанында ондай жан медицинский учреждениялар жок, улайла Венадан аткарар болгон. Мен ары кошо ол үйгүшүнүн сураганы айынча башкырттан болгон, переводтап, онун десе бир катап ол Зура Чеченка майдамындады. Бир болчок калаштаталан 1 килограмм жан, ондай Россияда сатылып турган Бородинский калашта. Ол калашты мындай сумка бар не, троллей деп айтыран. Ол андай авоськага жан, ондай сумка колесолорлуу, онайда пенсионеркалар оны мындай сүртейле бастырат. Бир 25-30 литр бар ондай емкостне. Вот ол андай сумканы десе, ол ору киши бойунун бу общежитиеде ишиктин жанына тургусала, бойор билелер, жашы жаны халын улустар улайла туалеттер барар керек болтуран. Вот ол үйдө үйгүшө туалет бар жаткан үйдө бир афганец ол сумкасын урдайла чыгарып арала ол сумканы сүртейле тайденде бар жаткан болтур. Онун ол Чеченка мени айдала айткан болтур. Айдар барып сумканы барып жаба жетек деп не. Ол күлүк прямала багасы отуруп не, жүгүрүп туруп сумканан ол бир булка калашты которола чип жаткан. Представляете? Вот ондай торо улустар болор. Орыстап айтса бир отбросы не, общество. Вот ондай учуралда бойордун күйүнөрдү коруп турар. Чеченка десе келип мында администраторга айтты, бу сумкамды афганец урдалт и калашымды чип салт деп не. Ол бүтүнгө жибен, оны успейтебен, оны мен сананды мын жыгасы коюйын баган дейин деп не. Онан бабушка айтты, жок, не боюңнун жүрүмө проблема создавайсыздаба, ол сумканы айралык деп не. Айралтыс, и онун десе ол афганецке мында администратор австриец ул ненди айтпат, кооруп баштады ол афганецтер андай мындай деп не. Кошток айгамчылуу де ол учуралдын кийинен Чеченка үйгүшүп осото, оказывается, мында келип ол уже ажүлдү алган болтур. И оштола экинчи катап келген болтур 2018 жылда. Ол чеченский гражданка бир туризмге дүңөйне. Акча жетпей эле турса, ошто улайла келип Москвадан бейин Австриядан самолетто учуп келтирен, ондо чеченецтерди Чечняда көрбөй турган депне. Вот ондай интересный учурал болгон, и онунла кийинен ол киши оштола не кайра жанерин Россияда не. Мен качанда кайра жанбасым, ол жарт. И бу жараш жайгы күндө Австрияда 30 градус жылуу, үсө улус десе амралта күндө амрап жат, каршыла киши боюнун жүрүмү эле, үсө частный ондай жүрүм. Воскресен күндө кандый да фирма, кандый да магазин, даже курсак тамак сатар магазиндар жашсыз иштебей жат. Бойор билерин энедетен жан сабарларды мына айтайдыгер, колокольчики, ставьте лайки, делитесь этим видео, жакшы жүрүңөр.